Сәлем достар, мен Жандос Сейдалин, сіздер Юрта онлайн арнасындасыздар. Біздің бүгінгі арнайы шығарылымда сіздердің назарларыңызға Қазақстандағы АЭС құрылысына қатысты тың ақпараттар ұсынылатын болады. Франция президентінің қараша айында елімізге сапары барысында Қазақстандағы тұңғыш атом электр станциясын салу мәселесі талқыланды. Ел үшін Франция өзінің мердігері Framatome компаниясын ұсынады. Бұл француз ядролық алпауыт EDF үшін мердігер ұйым. Құрметті оқырмандар, осыны есте сақтап қойыңыздар, өйткені бізге, яғни барша қазақстандықтар үшін атом электр станциясын кім салатыны маңызды болуы керек. Макронның айтуынша, атом энергетикасы Францияның энергетикалық секторының 63%-ын құрайды. Сондықтан одан әрі ынтымақтастық үшін үлкен әлеует бар. Макрон делегациясының құрамында Қазақстанда кені бар француздық Arano Уран компаниясының басшысы болды. Қазақстан Францияның уранға деген қажеттілігінің 40%-ын қамтамасыз етеді. Қазір біз қазақстандық кәсіпорындарды уранды конверсиялау және байыту технологияларымен қамтамасыз ету туралы айтып жатырмыз, және көп жылдар бойы уранымызды өндіріп, экспорттап келе жатқан компания ақыры оны конверсиялаудың және байытуының жаңа технологияларын бізбен бөлісуге шешім қабылдағаны жақсы. Француз компаниясының болашақта қазақстандық атом электр станциясының құрылысына қатысуын талқылайық. Arano тиімділігін Францияда 2005 жылы бастаған Алкилуоты 3 деп аталатын атом электр станциясының құрылысы арқылы бағалауға болады. Атом электр станциясы 2023 жылдың қаңтарында көптеген ұсақ апаттардан кейін ғана іске қосылды. Станцияның құрылыс мерзімі 18 жылды құрап, бастапқы смета кем дегенде 5 есе асып кетті. Неліктен бұлай болды? Өйткені соңғы 20 жылда EDF ядролық реакторларды салуға іс жүзінде тапсырыс алған жоқ. Жалпы EDF пен Framatome атом электр станциясының кез келген бөлігінің ең маңызды бөлігін ядролық реакторларды салу құзыретінің көп бөлігін жоғалтты. Бірақ бұл құзыреттерді тез қалпына келтіру мүмкін емес. Макронның сапарынан кейін кейбір қазақстандық блогерлер Францияның ядролық энергетикасын мадақтауға асықты. Мысалы, TikTokта боттардың армиясы тіпті Франция президенті кеткеннен кейін де Франция Қазақстанда атом электр станциясын салсын деген рухта жүздеген пікірлер жазды. Олар атом электр станцияларының қауіптілігі туралы бізге өздері айтқан дәлелдерді кенеттен ұмытты. Кеше антиядролық бейнероликтерді қолдағандар бүгін көптеген жерден Қазақстандағы француз атом электр станциясының жанкүйерлеріне айналды. Бірақ қандай да бір себептермен жоғары француз сәні мен жоғары француз асханасының әуесқойлары француз компаниясының Финляндиядағы ұзақ мерзімді құрылысы туралы ғана емес, сонымен қатар Франциядағы атом электр станцияларының апаттылығы туралы да үнсіз. Мысалы, 1969 және 80 жылдары Сан-Лорен-дес станциясында қауіпті апаттар болды. 2011 жылы Францияның оңтүстігіндегі атом электр станциясында ядролық реакторы пеші жарылды. 2017 жылы Нормандиядағы атом электр станциясында радиациясы ағып кетіп, жарылыс болды. Жалпы Франциядағы 56 АЭС-тің 14 станциясы апаттық жоғары болуына байланысты қазір жұмыс істемейді. Бірақ бұл ретте ел атом энергетикасынан бас тартқан жоқ. Неге екені белгісіз. Франциядағы Лувр мұражайы мен шоппингті тамашалап, рахаттанып демалып жатқан миллиондаған туристер оның атом электр станцияларынан қорықпайды. Жалпы Еуропалық одақ бойынша атом энергетикасы Еуропа елдері пайдаланатын энергияның шамамен 10%-ын құрайды. Ең қызық жері осы. Қазақстан уран өндіру бойынша әлемде көшбасшы болып табылады. Және осы пайдалы қазбаның әлемдік қорының 17%-ын құрайтын уран қоры жөнінен дүние жүзінде екінші орында. Батыс компаниялары Қазақстандағы атом электр станциялары үшін уранды белсенді түрде өндіруде. Бірақ сонымен бірге батыс қорлары мен үкіметтік емес ұйымдар Қазақстандағы атом электр станциясының Қазақстан қоршаған ортаға зияны туралы ақпараттық блогерлерге белсенді демеушілік жасап жатыр. Біз, Нигер халқы 50 жыл бойы 56 атом электр станциясы үшін осы елдің шегінен тиын тебенге дейін жинаған дәл осы француз тау-кен компанияларын қуып жібергенін білеміз. Осы уақыт ішінде француздар өздерінің ресурстарын аяусыз пайдаланған елде инфрақұрылымды дамытпады және ешқандай әлеуметтік жобаларды жүзеге асырмады. Француздардың Нигердағы жарты ғасыр болуы тек өзара соғысып жатқан бандалар мен радикалды қарулы топтардың өсуіне ықпал етті. Біз Нигер халқы 50 жыл бойы 56 атом электр станциясы үшін осы елдің шегінен тиын тебенге дейін уран жинаған дәл осы француз тау-кен компанияларын қуып жібергенін білеміз.
Осы уақыт ішінде француздар өздерінің ресурстарын аяусыз пайдаланған елде инфрақұрылымды дамытпады және ешқандай әлеуметтік жобаларды жүзеге асырмады. Француздардың Нигердағы жарты ғасыр болуы тек өзара соғысып жатқан бандалар мен радикалды қарулы топтардың өсуіне ықпал етті. Олардың бітпейтін әскери қақтығыстары дамуды тежеп, осы Африка мемлекетінің тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне қауіп төндірді. Мыңдаған бейбіт тұрғындар қаза тапты. Нигерлік патриоттар әскери төңкеріс ұйымдастырып, басқа Африка елдеріне деколонизацияның жаңа процесін бастау туралы белгі беріп, француз езгірлерін қуып жіберді. Енді дәл осы француз компаниялары елімізді екінші Нигерге айналдырғысы келеді ме екен? Ресей өндіру үшін станциялар салып жатса, үнемі атомдық энергиядан тұрақты қорқыныш бар. Бірақ олар атом электр станцияларында апаттар қайта-қайта қайталанатын Франция салса, дәл осы іс бізге қажет және дұрыс болатын дәлелдеуге тырысады. Макронның Қазақстанға сапарының бүкіл цинизмі француз тарапының біздің уранға айырбас ретінде жел электр станцияларын салу үшін өз технологияларын әкелуінде. Еуропалық отаршылдардың әйнек мұншақтарын американдық үндістердің алтынына айырбастағаны сияқты. Сөйтіп енді уран ресурстарына айырбас ретінде бізге жел диірмендерін ұсынып жатыр. ақш-та Қазақстанға атом электр станциясын салу туралы ұсыныс жасады. Олар бірнеше шағын атом электр станцияларын салғысы келді. Бірақ ел басшылығы американдық компаниялардың ұсыныстарын қарастырмауды ұйғарды. Өйткені іс жүзінде іске асырылған жобалар жоқ. Құрама Штаттар ұсынған жоба тек қағаз жүзінде ғана бар. Американдықтар Қазақстан билігіне Қазақстанның тағдыры мен экологиясына аса алаңдамай, осы жобадан ақшаның ізін жасыруына ұсынған сияқты. Бірақ Астана бұл әдепсіз ұсыныстан бас тартты. Айтпақшы, ядролық апаты орын алған Жапонияның Фукусима қаласында атом электр станциясын американдық General Electric компаниясы салған. Жапонияның өзінде қазір 15 атом электр станциясы бар. Жапондықтар Фукусимадағы жан түршігерлік трагедиядан кейін де ядролық энергетикадан бас тартқан жоқ. Ал бұл елде сейсмикасы жоғары және уран мүлдем жоқ. Бұл атом электр станцияларына отын шет елден әкелінеді. Ресейден Германияға арзан газдың ағыны келуі керек болғаны, екі солтүстік ағынның қалай жарылғаны бәріміздің есімізде. Америкалық соғыс репортері Сеймур Херш журналистік зерттеу жүргізді. Ол орталық барлау агенттігі, яғни ЦРУ-дың жарылыстарға қатысы бар екенін дәлелдеді. Бұл жарылыстардың салдарынан ең алдымен Германия зардап шекті. Енді бұл елге арзан ресейлік газ ағыны келмейтін болды. Тіпті украиндық қақтығыстың басында неміс сарапшылары ақш Германия мен Ресей арасындағы одақтас болудан әрқашан қорқатынын еске алды. Өйткені неміс технологиясы мен дамыған өнеркәсібі, оған қоса арзан ресейлік мұнай мен газ Германияны күшті халықаралық ойыншыға айналдырып, еуропалық нарықтың прогрессивті дамуына серпін бере алар еді. Ал Ресеймен одақтаса Германия ақштың жаһандық гегемониясына күшті қарсы салмақ және жаңа көп байларлы әлемнің орталықтарының біріне айналуы мүмкін. Бір кездері бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстардың жасырын себептерінің біріне айналған ақш Германия мен Ресейдің жақындасуынан қорқады. Олардың арасынан әлсіреген, бөлшектелген экономикасы қираған Германия шықты. Украинаның антиресейге айналуы 2022 жылдың ақпанында Солтүстік Атлантикалық шарт ұйымының жұмыс істей бастауы. Ресейге қарсы санкциялардың енгізілуі және солтүстік ағынның бұзылуы Германия-Ресей ынтымақтастығына нүкте қойып, Германияны арзан ресурстардан айырды. Енді Ресей өзінің газ ағынын шығысқа жіберді. Үндістанға мұнай жеткізеді. Ал Дели оны Еуропаға, соның ішінде Германияға айтарлықтай қымбат бағамен қайта сатады. Оның үстіне Берлин енді сұйылтылған газды ақштан ресейліктен әлде қайда жоғары бағаға сатып алуға мәжбүр. Сол себепті Германия бұрын күңгірттенген атом электр станциялары қайта жандандырмақ. Кедергі болып тұрғаны олардың жұмыс істеу үшін Германияда жоқ ядролық отын, уранды сатып алу қажет. Ал Германия экономикасы құлдырап, елде жаппай наразылықтар орын алып, халық электр энергиясы, газ, бензин, азық-түлік бағасының қымбаттығына наразы. Батыстық қорлардың тапсырысымен YouTube арнасы үшін ядролық қаруға қарсы 14 тақырыпты түсіріп үлгерген танымал қазақстандық блогер Росатомның Қазақстандағы ықтимал атом электр станциясын салу жобасын ресейлік отарлау деп атайды. Сонымен қатар, бұл компанияның құрылыс жобаларының географиясы өте кең.
Росатом қазір Венгрияда, Түркияда және Қытайда 33 атом электр станциясын салуда. Қазіргі уақытта Евроодақтың 5 елі – Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия, Словакия ғана реакторларды пайдалануда. Ал олар Ресейдің отарына айналды ма? Батыстан айырмашылығы, бізге олардан жасыл энергия өндірудің қымбат технологияларын сатып алуды ұсынбай, Ресей бізге жел сатып алуды емес, кем дегенде жергілікті ресурстарды пайдалана отырып, атом электр станциясын салуды және қазақстандық кадрларды оқытуды ұсынды. Қазақстанда атом электр станцияларын салу конкурсына Оңтүстік Корея мен Қытай компаниялары да қатысуда. Мердігер ретінде кімді таңдау керектігін шешу үшін Қазақстан үкіметі осы елдердегі атом энергиясын пайдалану тәжірибесін жан-жақты зерттеу қажет. Қазақстанға атом электр станциясы керек пе деген басты сұрақ ауада өршіп тұр. Біздің ел осы мәселені қабылдауы қажет. Содан кейін кәсіби мамандар біздің үкіметімізге мердігерді таңдауға көмектесуі тиіс. Қазақстанда құны $200 миллиард болатын экономикалық дамудың перспективалы жобалары тоқтатылды. Неліктен? Шұғыл энергия қажеттілігіне байланысты. Бірақ батыс бізді жасыл энергияны дамытуымыз керек және сонымен бірге уранымызды арзан бағамен сатып алады деп сендіреді. Бұл минералдың әлемдік қорының 17% құрайтын уран қоры бойынша біздің Қазақстан тағы да әлемде 2-ші орында тұр. Ал біз уран өндіруден әлемде көшбасшымыз. Яғни біз емес, біздің жерімізден осы уранды өндіріп жатқан шетелдік инвесторлар. Жалпы есептер бойынша уран қоры тағы 50-60 жылға жетеді. Тағы бір маңызды сұрақ бар. Егер елімізге және болашақ ұрпақтарымызға ядролық энергияға отын ретінде қажет болса, неліктен уранның таусылатын қорын осы ресурстың қазіргі рекордтан төмен әлемдік бағамен сатып жатқанымыз түсініксіз. Өйткені бір атом электр станциясының орташа қызмет ету мерзімі 100 жыл. Бірақ Қазақстанның экономикалық тұрғыдан өсуін қаласақ, бір атом электр станциясының жеткіліксіз болары. Құрметті қазақстандықтар, отандастар, достар және пікірлестер. Аружданы жоқ, тек ынталы батыстың ақылы блогерлерінің үгіт насихатына берілмей, еліміздің ұлттық мүддемізді негізге ала отырып, алдағы референдумда атом электр станциясын салу туралы өз басымызбен ойланып шешім шығарайық. Маңыздысы механизмнің нақты жүзеге асып нәтиже беруінде. Осы мақсатта қазіргі ғылымдағы әдістер мен тәсілдерді Қазақстанның тарихи және ұлттық ерекшелігін ескере отырып, зерттеп қолданған дұрыс. Достар, біздің АЭС жайында айтары ойымыз осы. Ал сіздер не ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді астыға жазып кетіңіздер. Юрта онлайнмен бірге болыңыздар.